Бұл аят «Вама халақтул джинна вал инса илля лиябудун». Аллах айтады, мен адамдар мен жындарды тек қана өзіме ғана құлшылық етуге жараттым дейді. Өзіме ғана құлшылық етуге жараттым дегеннен, бұл Аллах субханаху ва тааладан болған хабар бізге әрбір адам баласы, тек қана мұсылман емес, әрбір адам баласы білу керек. Аллах субханаху ва таала адамдарды және жындарды ол өзіне құлшылық етуге жаратқан екен. Өзіне құлшылық етуге жаратқан болғандықтан адамнан талап етілетін нәрсе сол. Бұл мұсылман үшін жаңалық емес. Бұл дәлел қылады, мұсылман не үшін жаратылған екенін, бұл дүниеде не үшін жасайтын екенін, одан талап етілген нәрсе не екенін жақсы біледі. Бұл дәлел қылады, мұсылман бақытты адам. Себебі қай жерде не істеу керек, қалай жасау керек, не үшін бұл жерде жүр, оны біледі. Әдетте дүниеви бір ақылмен қараған уақытымызда мақсаты бар адам ол құрметті адам болады. Солай емес пе? Дүниедегі өмірдегі жағдайда адамдардың сөзі бойынша айтқанда қандай бір жас жігіт бола ма, үлкен кісі бола ма, мақсаты бар адам болса, оны адамдар не деп есептейді? Ақылды адам деп есептейді. Оның мақсаты дұрыс қатесі ол екінші мәселе ол. Мүмкін мақсаты дұрыс шығар, мүмкін қатесі шығар, бірақ оның несі бар? Мақсаты бар. Не үшін жасап жатқанын біледі. Оны адамдар ақылды адам өзінің өмірін пландастырған, өзінің шығым кірімін есептеп жүрген ақылды адам деп есептейді. Бірақ ол ең төмен адам болып ең төмен адам болып шығуы мүмкін ақырында. Себебі өзі не үшін жаратылған екенін білмейді. Амма момын адам, Аллах субханаху ва тааланың шынайы болған пендесі, ол бақытты адам. Себебі өзінің кім екенін, не үшін жаратылған екенін, осы дүниеде одан талап етілетін нәрсе не екенін жақсы біледі. Себебі оған Раббісі оны адастырмай тура жолға шақырып қойған. «Вама халақтул джинна вал инса илля лиябудун». Мен жындар мен адамдарды өзіме ғана құлшылық етуге жараттым дейді. Адамдар осы нәрсені кейбіреулері біледі, біреулері білмейді. Біліп немесе білмей, Аллах субханаху ва тааланың жалғыз өзіне құл болудан бас тартып, бүткіл нәрсеге құл болып кетуі мүмкін. Сөкті ме? Дүниеге құл болуы мүмкін. Солай ма? Ақшаға құл болуы мүмкін, шайтанға құл болуы мүмкін, әйел затына құл болуы мүмкін, абыройдың құлы болуы мүмкін. Осылай. Яғни не айтсаң айт аржағында. Себебі Аллахқа құлшылық етуден бас тартқан адам басқа әр нәрсеге құл болып кетуі мүмкін. Бір уақыттың өзінде бірнеше нәрселерге құл болуы мүмкін. Себебі Аллахқа құл болудан бас тартқан адам ол ақиқи қор болған адам. Аллахтың жалғыз өзіне құл болуды талап еткен, соны іздеген адам ол өзінің азиздығын, өзінің ақиқи мәртебесін іздеген адам болады. Сөкті ме жоқ па? Ақиқатта Аллах субханаху ва таалаға құлшылықты талап еткен адам шыныменен өзінің құрметін талап еткен болады. Себебі ол жалғыз ғана өзіне ие болған нәрсені іздеп табады және оған ғана құл болады. Амма Аллахқа құл болудан бас тартқан адам ол әркімге құл болуы мүмкін. Ол құлдық оған қорлықты алып келеді. Аллахтан басқаға құл болу нені алып келеді пендеге? Қорлықты алып келеді. Амма Аллахқа құл болған адам ақиқи құрмет иесі болады. Себебі өзінің кім екенін білген ол. Сол үшін Аллах субханаху ва таала болмағанын аятта ескерткен. Аллах айтады: «Ла таджал ма Аллахи илахан ахара фатақуда малуман махзула» дейді. Сен Аллахтан басқа өзіңе илах алма, яғни өзің үшін басқа құдай алма. Сен егер осылай болатын болсаң,
Мәлуман махзула. Мәлум дегені айыпталған, махзул жәрдемсіз қалған жағдайдағы пенде боласың. Яғни қорланған жағдайда боласың. Amma Allah subhanahu wa ta'alaның өзіне құл болған адам, ол Allah subhanahu wa ta'alaдан басқа біреуге құл болудан бас тартады.